Ассаламу алейкум. Бүгін мен сіздерге мынандай умный реле дейді, осын қосып көрсететін боламын. Енді бірінші түсіндіріп кетейін. Мына реле бізде енді бағасы 3.000-4.000 айналасында бір реле ғой. Қазір Каспийде сатады. Каспийде, Озонда дегендей. Бұл реле менде 0-мен жұмыс жасайды. Яғни фазамен 0 беру керек. Осы жұмсайды. Реленің екінші түрі бар. Бұл 0-сіз. Яғни фаза бересіз, тек қана 0 бермейсіз. Соны жұмсайды. Мен 0-мен жалғаймын. Себебі мен монтаж жасаған кезде мен мына подразделениеге мына екі кабель жердім. Біреуі менде келіп тұрған кабель, трехжильный кабель ғой. Біреуі фазамен 0, электр щиттен келіп тұр. Екіншісі менде освещениеге баратын не X сым менде. Фаза береді. Общий 0, общий байқаған кезде. Электр шамына баратын байқаған кезде не? Кабель. Электр щиттен келіп тұрған электр шамына баратын. Үшінші артық кабелін артына жинап қойдым. Одан кейін мына жер подразделение біздер несер тереңдеу саламыз. 70-тік сондай саламыз. Енді 60-тық болып тұр, бірақ алған хозяин алғанда 60-тық алып қойған, кішкене 70-тікті жақсырақ. Тереңдеуін алған жақсы. Сен мына релені дұрыс салмасаңыздар, басылып қалса тағы дұрыс жұмыс жасамай қалады. Сол. Так, енді айта кететін тағы жайт. Бұл реленің тағы да бізде алат фирмасына байланысты қараймыз. Мынау бізде Smart Switch дейді, Tuya Smart деген компаниянікі, қытайский компания ғой. Соңғы. Одан кейін Акара деген түрлер бар, Sonoff деген бар, Яндекс деген бар, тағысын көп. Енді әр өндіруші байтқан кезде мекеме байтқан кезде ол өзінің байтқан кезде несін шығарады, релесін шығарады. Яғни бір мына реле басқа реленің несімен байтқан общий жинаған кезде бір сценарий құрған кезде келмей қалады. Сіз аласыз ба, бір компанияның алу керек болады сценарий. Сценарий деп бұл бір мекеме, бір компания. Мысалы менде келген Tuya Smart кім. Осын алдым. Енді арзан болғасын осындай орта бағада алдым. Ақшаңыз жетіп тұрса, жақсысын алғанда әрдене жақсы. Енді бұл жерде мынаған қараймыз. Мына жерде реленің Wi-Fi түрі бар және Zigbee деген несі түрі бар. Бұлар жалпы Zigbee, Wi-Fi, Bluetooth деген бұл протоколдар. Бұл умный домның протоколдары. Протокол дегеніміз айтқан кезде қысқаша айтқанда бұл тілдесу деген сөз ғой. Айтқанда умный құрылғылар бір-бірімен тілдесе алады осы немен, протоколмен. Менде протокол Zigbee. Zigbee 3.0 деген соңғы шыққан протокол. Zigbee протокол. Zigbee протокол бұл Wi-Fi мен жұмыс жасамайды. Сіз мысалы өзіңіз Wi-Fi қоса алмайсыз. Бұны қосу үшін бұл релені сізге не керек? Хаб керек болады. Хаб. Бұл хабты мен көрсетейін қандай екен. Мінеке менде мынандай хаб қойып қойдым. Мінеке. Мында беспроводный хаб бар. Бұл хаб бізде қателеспесем 32 байқағанда умный домның несін құрылғысын қоса алады. Осы хаб беспроводный. Проводной бар, интернетке қосады. Яғни мені мына реле мына хабқа шығады да, хаб мына мен несет Wi-Fi-ға шығады. Wi-Fi арқылы. Яғни осы Wi-Fi арқылы мен несем Алиса менді басқара аламын. Енді егер де сіз Яндекс станцияны алған кезде алатын болсаңыз, менде мынандай станция Яндекс. Оның ішінде өзінің хабы бар ішінде хаб. Яғни мына релені мен бірде мында Яндекстегі Алисада хабқа қоса аламын. Көрсіз ба? Бана хабсыз хаб керек жоқ. Мысалы. Немесе мынаны алып, мына хабқа да қосып, сосын барып Алисаға да қосу болады. Байтқан кезде. Сол. Егер де сізде станцияңыз кішкентай тұратын болса, онда ішінде несі жоқ деген сөз ғой. Хаб жоқ. Хаб жоқ, ол хаб бағанағы Zigbee протоколын жұмсайды ол тоже. Хаб болмаса, онда сіз кішкентай Алиса алатын болса, онда сізге мынандай хаб алу керек болады. Соны ескересіз. Менде фаза кетіп тұр. Так, мінекей. Қалай қосамыз? Қараймыз. Мынау бізде 4-6 не тұр, клемі тұр, 6 клемі. L-out деген, L-in, яғни бастайын. L-inге, мен L-inге. Мына қазір келіп тұрған фаза сымды қосам. Фаза сымды қосам. Мына фаза сымды қосам. L-inге. N-inге, мына келіп тұрған 0-ымды қосам. Яғни электр щиттен келіп тұрған фазамен 0-ды L-in
N-ing қосам. Енді менде электр жарық шамына кетіп жатқан екі сымымды міне L out дегенге мына қоңырын қосам. N-инге, яғни N out деген мынаны қосам. Мынаны қосам. Мына екеуіне мен включателден қосам бір клавишті. Мысалы басайық. Мінекей. Былай істейік. Айлы болсын. L-инге так, N-инге мені келіп тұрған 0 мен фазын қосамыз. Шатастырып алмаймыз мінекей. Міне қоңырсы менде L-ин, фазы мынаған кірді. Міне N-и мынаған қосылды мінекей. Қосылды. Мінекей. Енді так, міне электр жарық шамына баратын немді сымды міне қоңырсымды L outқа қосам мен L outқа. Қосамыз, одан кейін N outқа қосамыз. N outқа. Папа не? Мінекей. Қосып қойдық, жалғап. Енді мына кішкене артына реттеп келтірсек болады. Енді мен мінекей включателге мынандай повес сыммен жалғап қойдым мінекей. Включатель бір клавиштің включатель, осыған мен енді қосамын мінекей. Кез келген жағын қоса береміз, ешқандай айырмашылық жоқ. S2-ге қосамыз. Мінекей. Қосамыз. Енді мен жинақтап былай саламын. Мына бетінде бер жағына қаратам, себебі артына қаратсам кішкене басып қалуы мүмкін. Осылай кішкене басып. Мінекей, көріп тұрма. Кішкен сымды кетіру керек. Одан кейін мінекей бүйтіп қоссақ болады. Бұл артына сейіп тұр. Спокойно сейіп тұр. Сейіп тұр. Мінекей. Енді қосауы питание беру. Енді қазір электр қорегін бергеннен кейін менде ар жағында реле негізі маркат етіп тұр. Сонда да мінекей қосылды лампочка. Өшті қосын. Енді былай не істейміз? Менде қазір Алисаға байланыстырамын. Ол үшін мынаны 5 рет басамыз тез-тез. Басам 5 рет. Одан кейін не істейміз? Телефонды қосамыз. Шабыш. Мінекей. Мынаны несін App Store'дан жүктей аламыз. Умный домның логотипін, яғни приложениесін. И мына жерде бізде
мінекей қараймыз, барамыз. Так, плюс басамыз. Одан кейін міне устройство дейді. Мына поиск Zigbee устройство деген бар, мінекей. Осыны басамыз. Менде бана айтқандай протокол Zigbee. Мінекей поиск жүріп жатыр. Мінекей. Менде не істеді? Так, обновлено одно устройство дейді. Көрейікші. Қайттан. Яғни осы поисктің алдын жасамастан бар, мана включатель бізде 5 рет басу керек істейсіз. Тапқан жоқ. Не удалось добавить дейді. Так, вернуться главное, қайттан іздеп көрейік. Так, мынаны соображение түсірейін. И найти устройство. Міне тапты, ең тапты. Одан кейін далее дейміз. Далее. Так, мына переключатель, выключатель деймін. Ауыстырса болады, немесе атын өзгертіп жазса болады. Выключатель. И мына жерде мен ең басында Алисаны тіркеген кезде мындай мой дом деп жазып қойдым. Мой дом, басым мысалы свой дом, его дом, там жазса болады. Мына менде так. Бұл менде спальня болады, спальня. Спальня, да? Спальня 2 ғой, да? Спальня 2 дейші. Спальня 2. Готово. И мына тип устройства включатель міне. Содан кейін мені орада деп басамыз. Спальня 2. Спальня залдікі. Енді барлығы выключатель. Спальня 2-нікі болсайық. Яғни істеп тұр. Мынанда басса болады. Міне осылай енді саласыздар, ешқандай қиыншылығы жоқ. Осылай. Қандай видео түсірейін жалпы алдағы уақытта. Ақылды үй бойынша өздеріңіз ұсыныстарыңыз болса айта жатарсыздар. Бұл тек қана түсірген беспроводной айтқан кезде ең жеңіл түрі оңай вариант. Негізді ең жақсысы Унудоның проводной жасаған жақсы. Контроллер қойып, үйге локальный сервер жасайтын болса, ол сонда сізде Унудо мынаны жұмыс жасайтын болады. Давайте.